Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып әдебиеттік оқу пәні. 9 сабақ табиғаттағы байланыс тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта шығарманы өз ойымен толықтырасың. Бірінші тапсырма: әр қатардағы сөздер арасына байланыс тізбегін құр. Әңгімеле. Бірінші қатардағы сөздер гүл, ара, бал сөздері. Бұл сөздерді байланыстырып, бал арасы гүлдерден бал жинайды деп сөйлем құрамызға болады. Екінші қатардағы сөздер бидай, тышқан, түлкі сөздері. Бұл сөздерді байланыстырып, тышқан бидаймен қоректенеді, түлкі тышқанмен қоректенеді деп сөйлем құрамызға болады. Үшінші қатардағы сөздер жемістер, адам денсаулығы. Бұл сөздерді байланыстырып, жемістер адам денсаулығына пайдалы деп сөйлем құрамызға болады. Екінші тапсырма: мысалды рөлге бөліп түсініп оқыңдар. Терек пен қабығы мысалы. Терек: қабығым-ау қабығым, қатты қыстың денемді. Айтшы өзің анығын, не үшін тұрсың сен енді? Қабығы: терегім-ау терегім, қайтып алғын сөзіңді. Жоқ болса егер керегім, жоғалтайын көзімді. Терек: айтар болсам шынымды, қабықсың бар болғаны, менсіз тіпті күніңді көре алмайсың сен дағы. Қабығы: қатты екен тым қарқының, жоқ болса егер керегім, ашуланбай алтыным, кеттім қош бол терегім. Кенет терек үстінен қапа болған сол қабық сыпырылып түсті де жатты жолға қамданып. Болмай ауыз бірлігі, қабық кетті өкпелеп, осылайша бір күні қурап қалды көк терек. Сорас аққан көзінің жасын көрсең бүгінгі, қателігін өзінің терек кештеу ұғынды. Өлеңнің авторы Бейсебай Кіріспайұлы. Үшінші тапсырма: түсініп оқы. Мысалдың авторы туралы әңгімеле. Бейсебай Кіріспайұлы балалар ақыны. Бейсебай Кіріспайұлы 1955-2003 жылдар аралығында өмір сүрген. Ақын Алматы облысында туған. Балаларға арнап өлеңдер, мысалдар жазған. Оның «Піл неге жылады?», «Аппақ бақпақ» және тағы да басқа өлең жинақтары бар. Төртінші тапсырма: мысалға сүйеніп кейіпкерлер арасында диалог құра. Балалар, диалог дегеніміз екі адамның кезектесе сөйлесуі еді. Олай болса, мысалға сүйеніп, мысалдағы кейіпкерлер терек пен қабық арасындағы диалогты құрап көрейік. Қабық: сен менің денемді қатты қысып жібердің. Сен неге тұрсың? Маған сенің пайдаң жоқ. Терегім-ау, сөзіңді қайтып ал. Егер саған керегім болмаса, мені неге жаратты? Сен жай ғана қабықсың. Сенсіз де өмір сүре аламын. Терек: мен сені ыстық пен аяздан қорғаймын. Сен мен жайлы қате пікір айтып тұрсың. Қабық: кешір мені, шынымен сен болмасаң, мен қурап қалар едім. Онда барымызды бағалай білек, өйткені мен сенсіз, ал сен менсіз өмір сүре алмайсың. Мінекей балалар, осылай өздеріңде терек пен қабық арасында диалог құрап көрулеріңе болады. Бесінші тапсырма: өлеңнің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып жауап беріңдер дейді. Олай болса балалар, өлең мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ: қабық терекке қалай көмектеседі? Қабық теректі ыстық пен суықтан қорғайды, балалар? Екінші сұрақ: неге қабық теректі тастап кетті? Өйткені терек оған керексізсің деп ауыр сөз айтты. Үшінші сұрақ: қабық кеткен соң терек қандай күйге түсті? Қабықсыз қалған соң терек қурап қалды, балалар? Төртінші сұрақ: бұл мысал бізге қандай ой салады? Балалар, бұл мысал әрбір нәрсенің өз орны бар екенін, ең қажет дүниенің қадірін дер кезінде білу керектігін үйретеді. Алтыншы тапсырма: мысалға басқаша қандай атау беруге болады? Өз ойыңды дәлелде. Балалар, бұл мысалға теректің қателігі деген атау беруге болады, себебі терек өз сөзінің дұрыс еместігін түсінеді.
қабықтың өзіне қаншалықты қажет екенін ұғады. Мысалдың қорытынды ойына сәйкес келетін мақал ойластыр. Нақыл сөзді қойып, мысалды анықта. Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді дер едім. Балалар, бұл мақал терек пен қабықтың диалогына өте сай келеді, Терек алғашында қабықты менсінбейді, кейін қателігін түсініп, сөзінің салмағын ұғады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақта жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.